Бүгін құрманың құрамы және құрма туралы Құранда не делінгені туралы айтып кетейін. Құрманың құрамында А, Е, Б дәрумендері бар. Оның темірі алманың құрамындағы темірден 2 есеге көп болып табылады. Сол себепті қан аз болған кісіге құрманы көп жеуге кеңес береді. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс екенін білесіз бе? Өйткені ана сүтінде дәрумендер көбейеді. Ана мен балаға күш-қуат береді. Сондай-ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы. Құрамында микробы жоқ жеміс бірден-бір екенін білесіз бе? Құрма сүйектерін үгітіп, кофе қып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып демалдырады. Құрманың құрамында калий көп мөлшерде бар. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға, миға қажетті оттегін алуға көмектеседі және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса ағзаға қажетті суды және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. Құрамындағы ең көп минерал ол темір. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қаназдықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмір қышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай. Сондықтан да күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болады. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қаңқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Құрманы әсіресе экологиялы нашар аудандарда тұратын адамдар жеуге кеңес беріледі. Құранда құрма туралы не делінген? Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оразасын жас құрмамен, жас құрма болмаса кепкен құрмамен, ал ол да табылмаса сумен ашатын. Сол себепті құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған. Тіпті құрманы ауызашардың сәні деп те айтуға болады. Құрамындағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегенін кетіретіндігін айтқан мамандар құрманы жай уақытта да жиі жеп жүруге кеңес беруде. Оразаға қатысты жиі қойылатын сұрақтарға келейік. Құрма қасиетті Құранда айтылған жемістердің бірі. Хазірет Мариям Исаға алейхиссалам толғатып қатты қиналғанда Аллах тағала мейірім білдіріп, оған құрма жеуді әмір еткен. Бұл жайлы Мариям сүресінде. Сөйтіп тұрғанда толғақ қысып құрма ағашына барып сүйенуге итермеледі. Қап, бұрын өліп, ұмытылып кеткенімде болар еді, деді күйзеліп. Сол сәт періште төменнен былай деп дауыстады: жабырқама, Раббың асты жағыңнан бір арық жасады. Құрма бұтағын өзіңе қарай сілкіле, үстіңе жас құрмалар түссін. Содан іш, же, көз айым бол, делінген 23 және 26 аяттарда. Тағы бір аятта құрманың өсуінде құдіреттің белгілерін көруге болатындығын баяндаған. Көктен су түсіргенде Аллах, кейіннен сол арқылы әртүрлі өсімдіктер шығардық. Ол өсімдіктен бір жас бұтақ, одан өсіп бір-бірінің үстіне мінгескен дәндер, масақтар өндіреміз. Құрма ағашынан жеміс толы салбырап тұрған бұтақтар. Бұған қоса жүзім, зәйтүн, анар бақшаларын өсіреміз. Бұлардың кейбіреуі бір-біріне ұқсайды, кейбірі ұқсамайды.
алғаш жеміс салғанда және толық піскен кезінде әрқайсысының жемісіне қараңдар. Күмәнсіз сенетін көпшілік үшін мұнда көптеген дәрістер бар. Анғам сүресі 99. Қасиетті Рамазан айында 30 күн бойы мұсылман бауырлардың дастарханынан табылатын құрма туралы мәлімет өте көп. Мені мұқият тыңдағандарыңызға рахмет. Подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.